Міне сол қарыздарымыздың өтемі ретінде мына бүгінгі біз айтатын сипаттардың тым болмаса біреуін істеп жүрейік, ұят болып қалмасын ертең кездескен кезде. Біріншісі, бұл біздің бойымызда қазір жоғалып бара жатқан қасиеттердің бірі, бұл кішіпейілділік екен. Біздің бойымызда кішіпейілділік жоғалып, кісілігіміз артып бара жатқан замандамыз. Бір-бірінің сөзін көтермейтін, бір-біріне ауыр сөйлейтін заманда адамдардың қоғамында өмір сүріп жатқан жайымыз бар, солай. Бұл кішіпейілділік негізінде пайғамбардың ең асыл мінездерінің бірі еді. Жабірейіл алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуі отырған кезде түндердің бір түнінде аспан күркіреп кенеттен бір періште келді дейді. Сөйтті де әлгі періште Раббың саған мені жіберді, ей Мұхаммед дейді. Таңдау бар сенде дейді. Патша пайғамбар болу немесе құл пайғамбар болу дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайлап Жабірейіл әминге қараған кезде ишара жасады дейді. Кішіпейілділік, төменділік. Онда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен құл пайғамбар болуды таңдаймын деп айтты дейді. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінің таңдауы не екен? Кішіпейілділік, кісілік емес. Сондықтан мен жантайып жемеймін тамақты дейді. Жантайып жемеймін. Мен патшалар сияқты жемеймін, құлдар сияқты тік отырып жеймін деп айтқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам.